Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү биздин өтөтүн тақырыбымыз натурал сандардын бөлүнгүчтүгү. Эми осы бөлүнгүчтүк касиеттеринин бизде эки теоремасы бар экен. Биринчи теорема косундунун бөлүнгүчтүк белгиси тууралуу теорема. Эгер ар бир косулгуч кайсы бир санга бөлүнөтүн болсо, косунду да сол санга бөлүнөдү. Ар бир косулгуч кандай да бир санга бөлүнбөсө, будан косунду да сол санга бөлүнбөйдү деген корутунду чыгарууга болмайды дейт. Мисал ретинде 8 бен 4 санынын косундусун алып көрүйүкчү. 8 бен 4 санынын косулгуч кайсы бир санга бөлүнөтүн болсо, косунду да сол санга бөлүнөт. Яғни 8 4 коссак бизде 12 болот. Демек, мына жерде 8-имизди биз 2-ге бөлүнөдү го, я? 8-ди 2-ге бөлсек те, 4-тү 2-ге бөлсек те, 12-де 2-ге бөлүнөдү деген сөз. Эми ар бир косулгуч кандай да бир санга бөлүнбөсө, будан косунду да сол санга бөлүнбөйдү деген корутунду жасоого болмайды дейт. Мисал ретинде кандай санды алсак болот? Туура осы 8 бен 4 алайыкчы. 8 косулган 4, мисалга 8 бизде 3-ге бөлүнбөйдү. 4 же бизде дәл солай 3-ге бөлүнбөйдү. Ал 8-ге 4-тү косатын болсак бизде 12 болот го. 12 бизде 3-ге бөлүнөдү. Бул теорема осуну далилдейт. Эndi экинчи теорема көбөйтүндүнүн бөлүнгүчтүк белгиси тууралуу теорема. Эгер көбөйтүндүдө кеминде бир көбөйткүч кайсы бир санга бөлүнсө, онда көбөйтүндү де сол санга бөлүнөдү дейт. Көбөйтүндү 8 бен 4 көбөйткүнчүсүн ала берейик. 8-ге 4-тү көбөйтөтүн болсок, бизде 32 болот. Эгер көбөйтүндө кеминде бир көбөйткүч кайсы бир санга бөлүнсө, 8-имиз 2-ге бөлүнсө, яғни онда көбөйтүндө де сол санга бөлүнөдү деген сөз. Я түшүнүктүү деп ойлоймун осы эки теорема. Эми келесі тақырыбымыз биздин дареже. Дареже дегенimiz bir санды өз-өзүнө бирнече рет көбөйтүү аркылуу жазуу тәсили. Математикада бул ұғым дарежелөө деп аталады дейт. Эгерде мына жердеги а саны n рет көбөйтүлөтүн болсо, онда ол санның n дарежеси деп аталады. Мисал ретинде 2 сан дарежесин алайлы. 2 санын дарежеси 2-нин 1 дарежеси бизде 2-ге тең болот. Ал 2-нин 2 дарежеси дегенimiz 2 көбөйтүлгөн 2, яғни 2-ни 2 рет көбөйтөбүз, сонда 4 болот. Сол 2-нин 3 дарежеси 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 тең 8-ге. Эми 2-нин 4 дарежесин алатын болсок, 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 тең болот 16-га. Эми бизде 2-нин 0 дарежесин карастырып көрөйүк. 2-нин 0 дарежеси бизде 1-ге тең болот. Яғни кез келген санның 0 дарежеси бизде 1-ге тең болот. Эгерде дарежемиз терс болатын болсо, терс болгон жагдайды карастырып көрөйүк. Осы 2-ни ала берейик, мисалга 2-нин -1 дарежеси. 2-нин -1 дарежеси мына формулага карайыкчы. 1 бөлүнгөн 2-нин 1 дарежесине тең болот. Яғни бизде 0,5-ге тең. Мисал ретинде тагы көрсөтүп болот. 3-түн былай алайыкчы. 1 бөлүнгөн 3-түн -3 деген дарежеси болатын болсо калай болот ал? 3 эмес, 27 деп алайыкчы. 1 бөлүнгөн 27-нин -3 дарежеси. Эndi бизде 27 дегенimiz 3-түн кубу, я? 3-тү 3 рет көбөйтөтүн болсок, 27 болот. Яғни 1 бөлүнгөн 3-түн -3 дарежеси. Ол бизде тең болот. Мына жердеги мынабыз биздин мынага тең. Яғни 3-түн -3 дарежеси
және көбейтілген мына 3 бар, иә, көбейтілген -3. Сонда 3 -3-ке -3 көбейтетін болсақ, бізде +3 болады. 3-тің 9 дәрежесіне тең болады екен. Дәреже дегеніміз сонымен бір санды өз-өзіне бірнеше рет көбейту арқылы жазу тәсілі. Математикада бұл ұғым дәрежелеу деп аталады. Енді құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу тақырыбына тоқталайық. Бұл тақырыпты қарастырмас бұрын жай сандардан құрама сандарға тоқталып кетейік. Жай сандар деп қандай сандарды айтамыз? Жай сандар деп біз қандай сандарды айтамыз? Жай сандар деп бірден үлкен және тек екі ғана бөлгіші бар натурал сандар дейді. Демек, өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар, иә? 3, 5, 7, 13 деген сияқты кете береді. Ал құрама сандар дегеніміз бірден үлкен және екіден көп бөлгіші бар натурал сандар. Яғни, бұған біз 4-ті алсақ болады. 4 мысалы 4-ке бөлінеді, 2-ге бөлінеді және 1-ге бөлінеді. Демек, 2-ден көп бөлгіші бар. 4, 6, 8, 9 деген сияқты сандар бар. Я құрама сандар мен жай сандар түсінікті деп ойлаймын. Енді құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу керек. Мысал ретінде 15, 27, 104, 105 сандарын берілді. Енді жай көбейткіштерге жіктеудің екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі 15 санын жай көбейткіштерге жіктеу. 15 дегеніміз 5 пен 3-тің көбейтісіне тең. Ал екінші мысал 27. 27 дегеніміз 9 пен 3-тің көбейтісі. Ал мына жерде 9-ымыз тағы көбейткіштерге жіктелмеді ғой, 9 дегеніміз 3 пен 3-тің көбейтісі. Демек, 3 көбейтілген 3 және 3. Бұл бізде көбейткіштерге жіктеудің бірінші әдісі. Енді екінші әдісі. Егер де ол бізде көп болатын болса, үлкен 3-тан болсам болатын болса деп айтайыншы. 104 санын жай көбейткіштерге жіктеудің екінші тәсілі 104-ті 2-ге бөлеміз. 104-ті 2-ге бөлсек 50 2-ден болады. 50 2-ні 2-ге бөлеміз. 50 2-ні 2-ге бөлеміз. 26 болады. 26-ны 2-ге бөлеміз. 13, 13 ешқандай санға бөлінбейді. 13-ке бөлсек 1 болады. Сонда 104-іміз тең болады. 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 13-ке. Екіншісі 205. 205-ні жақты жасайын. 205. 205 5-ке бөлінеді бізде. 205-ті 5-ке бөлетін болсақ 41 болады. 41 бізде тек 41-ге бөлінеді. Демек 205-іміз тең болады 5 көбейтілген 41-ге. Бұл бізде жай көбейткіштерге жіктеудің екінші әдісі. Енді келесі тақырып бізде ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікті табу. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз ол екі немесе бірнеше санды қалдықсыз бөлетін ең үлкен сан дейді. Ал ең кіші ортақ еселік екі немесе бірнеше санның ортақ еселіктерінің ең кішісі дейді. Ең бірінші ең үлкен ортақ бөлгішке мысал қарастырып көрейік. Мысал ретінде 56 және 98 сандарын алайық. Ол үшін ең бірінші 56-ның 56 санының бөлгіштерін жазып алайық. Бөлгіштері 56 біз 1-ге бөлінеді. 1-ге, 2-ге, 4-ге, 7-ге, 14-ге, 7-ге, 8 алып кетші. 8, 14, 28 және 56. Дәл солай 98-ін де бөлінгіштерін жазып алайық. 98.
Birinchi 1'ga bölünedi. 2'ga bölünedi. 2'ga bölünedi. 7'ga bölünedi. 14, 49 және 98'ге бөлінеді. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш 2 немесе бірнеше сандар қалдықсыз бөлетін ең үлкен сан. Бізде екеуінде де бар. Ең үлкен сан 14, ja? 14 бар, бізде және 7 бар. Осының ішінде ең үлкен ортағы бізде 14. Демек, жазамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш 6 менен 98-ке 14-ке тең болады екен. Бұл бізде бірінші әдісі. Енді екінші әдісі 56 менен, осы 56-ға беріп, 56 мен 98-ті жай көбейткіштерге жүктейміз. Олай болатын болса, 56-ны қисықтық болды. 56-ны 2-ге бөлеміз. 28, 2-ге бөлеміз. 14, 2-ге бөлеміз. 7-ні 7-ге бөлеміз. Демек, біздің 56-мыз тең болады 2-ның кубы көбейтілген 7-ге. Енді дәл солай 98-ді де 98-ді де көбейткіштерге жүктейік. Кішкене қисылып қалды. 98, 98-ді 2-ге бөлеміз. 49, 7-ге бөлінеді. 7-ні 7-ге бөлеміз. Бізде 1 болады. Демек, 98 дегеніміз 2 көбейтілген 7 немесе 2 көбейтілген 7-ні квадратына тең дейміз. Енді осы жерде ең үлкен ортақ бөлгіш табу үшін екеуінде де бар бізде қандай сан? 2 менен 7. Демек, ең үлкен ортақ бөлгіш 56 мен 98-ді 2 мен 7-ні тең көбейтілген 7 тең 14 болады. Енді келесі бізде өзара жай сандар. Өзара жай сандар дегеніміз 2 немесе бірнеше санның ортақ бөлгіші тек бір ғана болса, олар өзара жай сандар деп аталады дейді. Мысал ретінде 8 бен 15 санын алайық, ja? Яғни олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болады дейді. 8-дің бөлгіштерін жазып шығайықшы біз. Жазуым керек еді. Бөлгіштері 8-дің 1, 2, 4, 8, ja? Ал 15-дің бөлгіштері 1, 3, 5 және 15. Яғни бізде бұлардың бөлгіштерінің бірделері ең үлкен ортақ бөлгіші тек 1-ге ғана тең. Қалған сандар екеуінде де жоқ. Демек, бізде 8 бен 15 өзара жай сандар деп аталады. Ал 6 мен 9-ды алатын болсақ, 6 және 9 сандарын алып көретін болсақ, бөлгіштері 6 болу керек. 6-ның бөлгіштері 1, 2, 3 және 6. 9-ның бөлгіштері 1, 3, 9. Ал бізде екеуінде де бар бізде бөлгіштер, мына жерде 1 және 3. Бізде тек ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болу керек. Яғни бізде 6 менен 9 өзара жай сандар емес деп айтылады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.